жектер. Жаймашуақ көктемнің бір күнінде үрпек пен үркек алаңқай мен орман төңірегін зерттеуге шықты. Үркек, мынаны қара! Қандай әсем гүлдер! Тамаша! Мына ғажапты ата-аналарымыз көрсе ғой. Керемет ой! Гүлдерді теріп, оларға сыйлайық. Есі қандай керемет! Ха-ха! Наны қара! Үркек, гүл шоғытың үлкен емес пе? Ха! Өзің түк жинамапсың ғой? Аз болса, тағы жинаймын. Мен тек әдемі гүлдер терем. Бұлғын, не болып қалды? Үкапа, айтыңызшы, қайсымыздың гүл шоғымыз әдемі? Гүлдер өте әдемі, бірақ маған екеуі де ұнамайды. Неге? Өйткені гүлдер өсіп тұрған жерінде сәнді. Жұлынған гүлдер тез солып, қурап кетеді. Гүлдер тек сән үшін өспейді. Олар түрлі жәндіктерге нәр береді. Ал жұлынған гүл көркінен де, пайдасынан да айырылады. Кешіріңіз, бұны білмеппіз. Таптым! Үркек, алаңқайға гүл отырғызайық. Алақай! Бұл ой тамаша екен. Сол күннен бастап, көжектер гүлдерді жұлмайтын болды. Көп кешікпей, үй маңындағы алаңқай үлкен гүлзарға айналды.